Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Жақында парламентке ғылым туралы заң келді және жалпы осы ғылым мен жоғары білім саласында қандай жаңалықтар бар. Бүгін біздің хабарымызда осы мәселелерді жан-жақты сараптайтын боламыз. Хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Саясат Нұрбек, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрі, сондай-ақ біздің хабарымызға Сәуле Рахметуллина, Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінің ректоры да қатысып отыр. Сонымен қатар Шәкерім университетінің ректоры Думан Орынбеков мырза да өзінің пікірін жеткізетін болады. Және Бақдәулет Кенжалиев, Сәтбаев университетіне қарасты металлургия және кен байыту институтының бас директоры да бізбен тікелей байланыста. Зум арқылы бізбен Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің ректоры Гүлзада Шакуликова ханымда да өзінің ақпараттарымен бөлісетін болады. Қадірмен спикерлер, ең алдымен сіздерге осы уақыт тауып біздің хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қазір мен ең алғашқы сұрақтарымды министр мырза өзіңізге қойсам, жалпы жаңа атап өткенімізде парламентке осы ғылымға қатысты заң жобасы түскен екен. Бұл заң жобасының негізгі ерекшеліктері қандай мәселелер қамтылған, ең алдымен соған бір тоқталып өтсеңіз. Үлкен рахмет, Еркін аға. Қазіргі осы мәжілісте талқылауға басталған заң ғылым және технологиялық саясат туралы заң жобасы деп аталады. Оның негізгі басымдылық бағыттары ол ең біріншісі ғылыми инновациялық экожүйені қалыптастыру. Яғни қазіргі таңда біздің ғылыми зерттеу институттарымыз бар, жоғары оқу орындарымыз бар, ғылыммен айналысқан түрлі ұйымдарымыз бар, жеке меншік үлкен өнеркәсіп өндірістік компаниялар бар, ғылымға талаптары бар, сұраныстары бар. Бірақ солардың бәрі бір жүйеде жұмыс істемейді қазіргі таңда. Яғни ғылым бөлек, өз мәселелермен айналысып жатыр, өз сұрақтарын көтеріп жатыр, өзінің есептерін жазып жатыр, гранттық ақшасын игеріп жатыр, өндіріс өз бетімен. Яғни негізгі мақсат, негізгі философия осы заңның осы сұраныс пен тапсырысты, талап пен ұсынысты біріктіру. Бірнеше тетіктері көзделген. Қысқаша ғана біріншісі мына салық тетіктері. Яғни қазіргі таңда өндірістік компаниялар, ірі кәсіпорындар, оларға біз мотивациялық тетіктер жаратуымыз керек. Ғылыммен айналысуға, біздің ғылыми зерттеу институттарымызбен, жоғары оқу орындарымызбен тығыз байланысты болу, салық жеңілдіктер арқылы. Бұл халықаралық тәжірибеде кездесетін ең мықты сондай механизм. Ірі компаниялар R&D, Research and Development, яғни зерттеулер мен ізденістерді ең бірінші басымдық бағытқа қойды. Екінші үлкен нәрсе ол ғалымдарымызға әлеуметтік жағдай жарату, оларда қаржы, баспана, ғылыми атақ, мәртебелерін көтеру, қорғау, жалпақ сөзбен айтқанда, өте маңызды мәселелер ғой. Жалпақ сөзбен айтқанда ғалымдарымыздан біз бүкіл кедергілерді алып тастауымыз керек. Жағдай жасау. Ғылыммен айналысу керек, жалақылары мықты болу керек, шығармашылыққа алаңдамау керек, олар тек қана өздерінің сол ізденістермен айналысу керек. Өте үлкен әлеуметтік пакет бар сол заңның ішінде. Тағы да соңғы бір нәрсе айтайын, көптеген жаңалықтар бар сол заңның ішінде, бірақ үшінші бір маңызды нәрсе айтып кететін, ол біздің ғылыми жұмыстарымызға, ізденістерімізге венчурлық принциптерді қолдану. Қазір дүние жүзінде қарасаңыздар, мына үлкен стартап венчурлық революция болып жатыр. Кез келген бір мықты ұжым, кез келген ізденушілер, өнертапқыштар алады да қаржыландыруды бастапқы этапта алуға мүмкіндіктері бар. Қазір былай қарасаңыз, біз бүкіл ғылымды біздің министрлік үкімет қаржыландырып жатыр. Жеке меншік сектор кіру керек, жеке инвесторлар кіру керек. Мықты идеяларды бірден қолдап, қаржылай, нарыққа шығару, коммерцияландыру, қолданбалы ғылымды жүйелі түрде қолдау тетіктері көзделген осы заңның ішінде. Бәрекелді. Енді осы саладағы қазіргі мына университеттеріміздің өздері жүзеге асырып жатқан, және өзіңіз де атап өттіңіз ғой, ғылымды коммерцияландыру бағытындағы негізгі жобаларға да тоқталып өтсек, қазір біздің хабарымызға түрлі университеттердің ректорлары да қатысып отыр. Жалпы ең басты атап өтетін қазіргі жақсы табысты жүзеге асырып жатқан жобаларға тоқталып өтсеңіз. Мен бір ғана, менің әріптестерім қатысып отыр бүгін. Ауыз толтырып айтатын бірнеше жақсы нәтижелеріміз бар осы, бірақ 1,5 жылдың ішінде қазір біздің Бақдәулет Кенжалиевич
ағамыз қатысып отыр. Кен байыту және металлургия институтының бас директоры, ол көне институтымыз, мықты ғылыми мектебіміз бар. Кен байыту, металлургия саласында Қаныш Имантайұлы Сәтбаев негізін қалап кеткен институттардың біреуі. Бізде мысалы цинк, мыс балқытқанда осындай қалдықтар қалады. Оның ішінде енді қорғасын, түрлі металдар бар. Соның ішінде бір сирек кездесетін металға жақын селен деген металл. Біздің ғалымдарымыз сол селенді тазалау, яғни рафинация процесінен осындай 99-да 5 тазалығымен селенді шығаруға ұсынды. Біз бірден қолдадық. Былтыр Балқаш мыс балқыту зауытында арнайы эксперименталды цех ашылды. Яғни біз өзіміз, біздің ғалымдарымыз жаңа балқыту, рафинация, яғни тазарту процесін шығарды. Бақдәулет Кенжелейевич осының қыр-сырларын айтуға дайын. Жақсы. Бақдәулет аға, шынымен де бұл жаңалықтарыңыз өте керемет екен. Жалпы енді өндіріске енгізіліп жатқаннан кейін табысты қалай көріп жатсыздар? Табысы қалай болып жатыр бұл жаңалықтарыңыздың? Енді бұл сөзді бастамас үшін мен президенттің Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында айтқан сөзімнен бастайын. Біз озық ойлы ұлт ретінде тек қана алға қарауымыз керек деген нәрсе бізге үлкен қозғалыс күш беріп тұр. Енді бұл жұмысты неге бұл бұлай болды? Себебі министрліктер көмектесіп жатыр. Соның арқасында біздің ғалымдарымыз, жас ғалымдарымыздың жалақысы жоғары көтеріліп, орташа жалақы 500 мыңнан асады. Орташа жалақы. Ал енді кеше үй алғандардың жалақылары 600 мың шамасында. Осының бәрі бізге жаңағы былай айтқанда президентіміздің тапсырмасы сияқты ғой. Оның айтқан тағы екінші сөзі еңбекқорлық пен жасампаздық жоғары бағалануға, білімпаздық пен жаңашылдық салтанат құруға тиіс деген сөзі бұл ғалымдарға үлкен бір күш қуат беріп тұр. Ал министрлік сол қуатты біздің бойымызға сіңіріп, үлкен талап қойып тұр. Соның арқасында біз жаңағы өндірісті ұйымдастырдық, өндіріс ұйымдастырылды. Министрлік грант берді. Сосын программа целевой финансирование соны берді. Осының арқасында бүгіні жылына 75 тонна селен, тазартылған селен, жаңа министріміз айтып кетті, тазартылған селен технология өндіріске енді. Енді бұнымен тоқтап қалайын деп тұрған жоқпыз. Себебі оның өндірісті көбейту ойымызда бар. Себебі Казминералс компанияларында ол селендердің көбі аспанға ұшып кетеді, жаңағы түтінмен бірге. Редкоземельный металдардың бәрі түтіннің ішінде болады, жоғары. Оны алған кезде біздің Қазақстан редкоземельный болсын, қайсысы болсын жоғары көтеріледі. Тіптен жаңағы селеннен біз соны 300 тоннаға жеткізу мүмкіндігіміз бар. Онда біз 4-ші орынға көтерілеміз. Ал нарыққа келсек, нарыққа сататын болсақ, ол 1 тонна, 1 килограмм жаңа селен алу үшін небәрі $4 ғана ақша кетеді. Ал құны былтырғы құны жаңағы не бойынша, халықаралық рынок бойынша, оныкі $150 дейін жетеді 1 килограммы. Енді есептейік, ал егер лас селен болса 80%-тік, оның құны $12. Сонда 10 шақты есе артып тұр оның несі. Ал енді айтты, осы селенмен айналысатын лабораторияның айлығы, жастардың айлығы, мен үлкендердің айлығын айтпаймын, 1 миллионнан кейбіреулер ең негізгі, бұлай айтқанда металлургия деген экономиканың бел омыртқасы ғой. Әрине. Сондықтан бұл жұмысты біз жүргізіп жатырмыз. Бөтенде сирек кездесетін металдармен айналысып жатырмыз. Ол дайын, жаңа министр айтқандай, ғылым және технологиялық саясат туралы заңның ішінде көрсетілгендей, егер біздің ғылымды егер олар қолдап нетсе, ол 100% налог төлемейді. Яғни оның өзі өткенде сол цехты ашқан кезде Қазақмыстың президенті айтты, мен институт металлургия $12 миллион жылына беруге дайынмын. Тек қана механизм жоқ. Осы тұрғанда
соның механизмін тауып беріп тұр. Жақсы. Енді аға, өзіңізге тағы да жаңа өзіңізді айттыңыз ғой, жастардың жалақысын атап өттіңіз. Енді білікті мықты ғалымдарымыздың жалақысы қандай деңгейде? Ғалымдардың жалақысы 2 миллионға дейін жетеді. Бәрекелді. Рахмет. Енді мен келесі сұрағымды тағы да министр мырза өзіңізге қояйын деп отырмын. Жалпы ел экономикасын дамыту үшін мықты инженерлік, техникалық кадрларды тәрбиелеуде өте маңызды мәселе, және президент те осы бағытта үкіметке де, министрлікке де нақты тапсырмалар жүктегендігі белгілі. Осы бағыттағы негізгі жұмыстар қалай жүріп жатыр? Үлкен рахмет. Мына Бақдәулет ағамыздың сұрағына тағы да соңғы бір қысқаша комментарий қосып кетейін. Айтыңыз. Ғылыммен айналысқан біздің ғылыми зерттеу институттарының қызметкерлері қазір шын мәнінде 2 миллион теңгенің айлығын алып отыр. Неге десеңіз, ғылымнан түскен ақшасы бар, роялти бар. Сондықтан бүкіл ғалымдарға үлкен сонда үндеу тастағым келеді. Енді сіз босқа теориямен айналыспай, нақты қолданбалы коммерцияландыру жобалармен айналысыңыздар. Сонда жағдайларыңыз мүлдем басқа бір деңгейде болады. Енді президенттің тапсырмаларына келейік. Былтыр өкінішке орай бір нәрсеге көзіміз жетті. Өкінішке орай мына 30 жылдың ішінде инженерлік техникалық кадрлардың даярлауы әлсіреп кетті. Оны мойындауымыз керек. Кейбір бағыттарда мына энергетикаға қатысты, су шаруашылығы, ирригация, ветеринария, мына апат шығып жатқан салаларда шын мәнінде де кадрлар жетіспеушілігі бар. Дефицит орысша айтқанда. Енді біз бұл мәселені қалай қолға алып жатырмыз? 3 үлкен бағытпен жұмыс істеп жатырмыз. Біріншіден 2021 жылдан бастап мемлекеттік тапсырыс, яғни гранттардың 60% инженерлік техникалық бағыттарға бөлінеді. Екіншіден инженерлік кадрлардың даярлау жаңа концепциясы әзірленіп жатыр. Қазір менің әріптестерім Сәуле Жадыгерқызы, Гүлзада Таңербергенқызы, 2 әйел кісі, ректор, 2 техникалық мықты университеттің басшылары қысқаша өз ойларымен бөліседі. Оларға тапсырма берілген. Яғни біз инженерлік кадрларды басқаша мүлдем дайындауымыз керек. Қазіргі таңда талаптар жоғары. Қазіргі таңда оларды қолданбалы форматта, зертханалар басқа деңгейде болу керек. Цифрлық қабілеттері мүлдем басқаша. Неге десеңіз, өндіріс қазіргі таңда цифрлық технологияларға негізделген. Және үшінші үлкен бағыт, ол бүкіл біз оқу бағдарламаларда қазір жаңадан қарастырып жатырмыз. Жаңа мамандықтар атласы деген жобамыз бар. Сол әр өңірде сол атластарды жасап жатырмыз. Бүкіл оқу бағдарламалардың мазмұны өзгеріп жатыр. Сұранысы бар мамандықтар бойынша іздейсіздер. Тағы да маңызды қазір сол президенттің тапсырмаларына сәйкес сирек кездесетін, немесе балалар бармайтын, талапкерлер бармайтын, теплоэнергетика тәрізді, мына ауыл шаруашылығы, су шаруашылығы, ветеринария, агрономия, біз енді бөлек квоталар бөлетін боламыз. Былтыр бастадық. Әр жоғары оқу орынға, ректорға сондай кішігірім квотаны беретін болдық. Ол барып өзі әкімдікпен балаларды іздейді. Шалғай аудандарда, өңірлерде, ауылдарда сол балаларды тауып тартып, ректорға біз кепіл беруіміз керек. Балам-ау, бізге кел, сен қызықпа, экономикаға қызықпа, халықаралық қатынастарға қызықпа. Міне ветеринарияға сен келіп, малды шаруашылығы, мал дәрігеріне барсам, мен саған міндетті түрде мына кеңейтілген грантынды берем боламын. Сосын қалып осы жақта жұмыс істе. Бір жақсы жері жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі шешіледі сен үшін. Сондықтан біз қазір үлкен ақпараттандыру жұмысты бастаймыз. Тапшы болған мамандықтардың, былай қарасаңыз, пропагандасын жасаймыз, соларды үгіттейміз, насихаттаймыз. Былай қарасаңыздар, былай қатты алысқа кетуге де керек жоқ. Есіңізде болса, Совет одағында үлкен кешенді кәсіптік бағыттау бағдарламасы болған тұғын. Кинолар түсірілген, мына тапшы мамандықтарға бірнеше ақындарды тартып, есіңізде болса, Самуил Маршак, сосын Маяковский тәрізді неше түрлі мамандықтардың үгіттеу, насихаттау жұмыстарды оны да қосуымыз керек. Және де мысалы педагог мамандарға пет класс деген ұғым бар. Ол қазір оқу ағарту министрлігімен бірігіп жасап жатырмыз ол жұмысты. 9, 10, 11 сыныптан бастап ақырындап сол педагогикаға жақын, немесе біздің инженерлік мамандықтарға жақын балаларды біз үгіттеп, насихаттап, жоғары оқу орындарға алып кетеміз. Және соңғы нәрсені айтып кетейін, маңызды үлкен бағыт болғандықтан, былтырдан бастап біз
бірнеше жоғары оқу орындарға техникалық мамандар дайындайтын зерттеуші университет мәртебесін беріп, қосымша 4,5-5 миллиард теңгеден бөліп жатырмыз. Зертханаларды жаңартуға, инфрақұрылымды жаңартуға, мықты профессорлар тартуға. Неге десеңіз, айтып кеткенімдей, инженерлік кадрларды біз енді мүлдем басқа стандарттармен, басқа сапамен дайындауымыз керек. Менің әріптестерім қазір қосып айтып кетеді. Бір ғана әңгімені не істеу үшін, мына Шығыс Қазақстан техникалық университетінің негізінде осындай титаннан жасалған медициналық бұйымдар өндірісін осы бір 7-8 жылда үлкен жоба мәресіне жетіп жатыр. Алла жазса бірнеше жыл, 1-2 жылдың ішінде нарыққа шығатын болады. Бұл Сәуле Жадегерқызының қазір үлкен сондай бастамасы, үлкен сондай медициналық бұйымдар кластерін жасамақпыз. Қазір бәрекелді, онда Сәуле Жадегерқызының өзінен де осы жоба туралы сұрай кетейік. Жалпы осы жобаның ерекшелігі, артықшылығы туралы, ғылыми жаңалығы туралы айтып өтсеңіз, Сәуле Жадегерқызы. Сәлеметсіздер ме? Бұл жоба өте маңызды бізге. Бұл негізгі қазір енді травматология жағынан, осы травматология аурулары Қазақстан бойынша 2-ші орында. Және жылда 25 мыңдай операция керек осы ауруларға. Бірақ Қазақстанда 8 мың операция ғана жасалады. Және жасалған операцияда қолданған құралдардың бәрі, импланттардың бәрі, олар импорт. Шетелден әкелінеді, көбінесе? Шетелден әкелінеді, Сондықтан қазіргі таңда осы біз жасаған жоба, ол 40-тан астам түрлерінің, енді импланттардың түрлерінің технологиясын әзірледік біз. Және 35 кейдж түрін, 17 пластина, осы жамбастың сынығын үдізейтін пластинадарды, және омыртқа арасына қоятын кейдждерді біз Батпенов орталығына бердік. Қазіргі таңда клиникалық сынақтан уже 3-ші жыл болды, өтіп жатыр. Ол медицина болғандықтан бұлдай жобалар өте ұзақ жасалынады. Бәрекелді. Медициналық зерттеуден, клиникалық зерттеуден өткеннен кейін біз сертификаттауға береміз. Және осы мәселе өте өзекті болғандықтан біз осы университеттің базасында, қазір біздің университетте өте үлкен смарт инжиниринг деген центр ашылған. Осы орталық осы басынан бастап проектлеуден және осы идеядан дайын өнімге дейін шығаруға арналған бәр жабдық бар. Сондықтан осы біздің базамызда Қазақстанда алғашқы медициналық технопарк құру идеясын қазір ұсынып отырмыз. Мен ойлаймын, Қазақстанда бәр ортопедия және травматологияға арналған, нейрохирургияға арналған керекті құрылғыдар және импланттар шығаруға өте үлкен инженерлік кадрлар даярлау. Жақсы, енді инженерлік техникалық кадрларды дайындау барысында да сіздерде жаңалықтар бар екен, соған да тоқталып өтсеңіз. Біз негізі осы Шығыс Қазақстан техникалық университетінің базасында қазір национальная модель инженерного образования дейді. Осы Қазақстанның инженерлік білім беру моделін құрып жатырмыз. Біздің университет ғылыми CDIO деген бір стандартты қорғап, осы енді орталық Азияда бірінші университет CDIO-ға кірген бірінші университет саналады. CDIO-ның стандарты ол инженерлік бағыттағы ғылыми жүзіндегі ең бірінші стандарт. Ол кәсіпорындар мен университеттің арасындағы арақашықтықты азайтуға арналған стандарт. Сол стандарт бойынша біз қазір осы модельді құрып жатырмыз. Және оның негізгі идеясы ол тәжірибеге бағытталған білім беру. Сол бойынша біз мысалы былтырғы жылдың аяғында Лубань шеберханасын аштық. Ол Лубань шеберханасы Қытай серіктестермен бірігіп, осы шеберхана ашып, ол оқу ғылыми орталық. Бұл орталықта студенттер оқу барысында осы электромобиль, гибридный автомобиль және енді бензинмен жүретін автомобильдердің құрылысын зерттеп,
оның диагностикасын жасап, және жасанды интеллектті қолданып, осы жол қимылының енді бақылауын жасанды интеллектпен жасап отырады. Ол Қазақстанда бірінші осындай орталық. Бұл орталықты енді Қытай серіктестер қаржыландырды. Біздің мұғалімдер, 15 мұғаліміміз бір ай Қытайда болып, өздерінің недерін енді тәжірибе алмасып келді, оқып келді. Қазіргі таңда осы орталық жаңа буын инженерлердің жаңа буынын даярлаудың енді жақсы мүмкіншілігі. Және мен ойлаймын, осы президент қойған тапсырманы біз қазіргі таңда осы бағыт бойынша орындап жатырмыз. Бәрекелді, рахмет сіздің ақпараттарыңызға. Онда мен келесі сұрақтарымды тағы да Саясат мырза өзіңізге қояйын. Жалпы енді мына бізде енді бұрыннан қалыптасқан мына мұнай газ саласы бар, ауыл шаруашылығы салалары бар. Сол бағыттағы университеттерде қандай жаңалықтар осындай тың серпінді жобалар жүзеге асып жатыр ма? Дәл солай, енді әсіресе мұнай-газ саласы біздің ұлттық экономиканың омыртқасы деп айтуға болады, негізгі үлкен саласы. Сондықтан бүгінгі біздің бағдарламамызға тағы да бір әріптесіміз қосылып отыр, Гүлзада Тәңірбергенқызы. Жалпы екі ауыз сөзбен айтқанда, инженерлік оқытудың ұлттық моделінің негізінде ол өндіріспен тығыз байланыста болу, өндірістік стандарттарға негізделген оқу бағдарламаларды пысықтау және өндірістік оқыту. Industrial learning деген ұғым бар. Қазіргі таңда Гүлзада Тәңірбергенқызы Сафи Өтебаев атындағы біздің мұнай және газ университетінің негізінде біріншіден Ресейдің Мәскеудің атақты Губкин университетінің филиалы ашылды былтыр. Екіншіден қазір энергетика министрлігімен өте тығыз байланыста болып, осы салада инженерлік форматты да өзгертіп жатыр. Енді біздің болашақ инженерлеріміз өздерінің полигондары бар, өздерінің мұнай-газ көзі бар, соны былай қарасаңыз практикалық тұрды игеріп жатыр. Енді Гүлзада Тәңірбергенқызы өзі егжей-тегжейлі түсіндіріп береді. Жақсы, Гүлзада Тәңірбергенқызы, онда келесі сөз кезегін өзіңізге берейік. Осы сіздерде жүзеге асып жатқан жаңа жобалар, жаңа министр мырза өте жақсы атап өтті. Бізде көбінесе мында теориялық біліммен көп шұғылданып кеткен кездеріміз болды. Енді негізінде қазір керектігі тәжірибемен оқи жүріп, бір жағынан тәжірибемен де ұштастыру мәселесі қазір өте өзекті болып тұр. Енді бұл шетелдегі өркениетті университеттердің барлығында қолданылатын тәжірибе. Сондықтан да бұл бағытта сіздер не істеп жатырсыздар? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Жан Саясат Нұрбекұлы, үлкен рахмет. Бәрі бүгінгі таңдағы біздің университеттегі жағдайды жақсы айтып кетті. Айтар кететін болсақ, енді бүгінгі таңда мынау жоғары оқу орындарының концепциясына, қабылданған концепциясына байланысты біздің университет индустриалдық модельге өтуде. Жан Саясат Нұрбекұлы айтып кеткендей, 21-ші жылы біз өзіміздің базамызда мынау белгілі Ресей Губкин университетінің филиалын ашып, онда бүгінгі таңда 200-ге жуық студенттер бірінші, екінші курста 3 мамандық бойынша білім алуда. Ол мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу және пайдалану, мұнай-газ технологиялары, мұнай-газ табиғи резервуарларын геологиялық модельдеу. Бұл енді бұл мамандықтарда біз өндіріспен ақылдаса отырып шешілген сұрақ деп айтуға болады. Бұның сыртында жаңағы енді ең біздің университеттің бүгінгі таңдағы лидер деп айтуға болады, дуалдық оқыту. Дуалдық оқытуға біз енді студенттеріміздің 3-ші курсын толықтай өткізіп болдық. Дуалдық оқыту дегеніміз 60% өндірісте, 40% университетте. 2-ші курстан бастап студенттеріміз барып, заводтарға, біздің жаңа ТШО бар, институция компанияларға барып, өзің жаңағы еңбек кітапшасын ашып, жалақысын алып, сол жерге компаниялар өздерінің жұмысқа орналаса бастайды, жұмысқа орналаса бастайды. Бұл өте енді бір керемет әрине шешім деп ойлаймыз. Оның сыртында жаңағы бізде индустриалдық комитет құрылды. Индустриалдық комитет дегеніміз ол жаңағы үлкен мұнай-газ кешенінің басшылары біздің университетке келіп, академиялық программаларымызды қарап, қандай да бір жаңағы компетенцияны енгізу керек екенін қарап, жыл сайын өздерінің ұсыныстарын айтады ғой, мысалы әртүрлі мамандықтарға байланысты. Жаңа саннан сапаға өтіп жатырмыз. Студенттеріміз көп емес, бірақ әр студентіміз біздің назарымызда. Сол индустриалдық университет моделін жаңағы жүйеге асыру аясында біз Министерство энергетика мен жаңағы Саясат Нұрбекұлы жақсы айтып кетті, құзыреттік орталығын ашып,
научно-технический советтердің бәрінде ғылым жөніндегі жалпы өндірістегі болып жатырған жаңалықтардың бәрін ұштастырып осы индустрия, бизнес, ғылым және білім алаңына университетті бүгінгі таңда айналдырудамыз. Сондықтан енді қолға алынған нәрселердің көптеген нәтижелері болады деп сенеміз. Былай қарасаңыз, корпоративтік гранттар осы 2 жылдың ішінде бізде 1,2 миллиардта корпоративный грант келді. Ол не деген сөз? Бізге бүгінгі таңдағы өндірістің сенімі мол деген сөз. Сонда бұл гранттар, сізден сұрай кетейін, сонда бұл гранттарды жәнегі сол батыстағы біздің мұнайды өндіріп жатқан компаниялардан беріліп отырған грант қой бұл сонда, мамандарға қажетті, студенттерге бересіздер олар. Студенттерге береміз. Бұл енді біздің өңірден кетпей, бұл сұраныс бойынша, сұраныс бойынша қалып жатыр. Бұл енді бұл менеге айтып отырмын, университеттің жалпы өндіріске деген сұранысына сай мамандарды даярлап келеді деп айтуға болады. Атырау өңдеу заводы бізге қаншама керемет 9 зертхана ашты. Сосын мынау ең соңғы жаңалық, біздің Атырау облысының әкімі Серік Шапкенұлы біздің базамызда научно-технический совет, осы біздің ғылым жөніндегі өңірге байланысты проблемалардың тізімін жасап, жаңа біздің Саясат Нұрбекұлы айтып кетті ғой, ғылым нақты өндірістің проблемасын шешу керек. Сол жаңа советтің өзіне де біздің индустрия, әкімшілік, біздің профессорлар қатысып, ортаға салып, талқылауда. Сондықтан әлде де жақсы бір керемет жаңалықтардың сіздерге өздеріңізбен таныстырамыз деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет. Еркін аға, мен қосып кетейін, маңызды ойды айтты әріптесіміз. Өндірістік кеңес деген индустриальный совет. Яғни біз қазір осы неге бардық, өндірістік компаниялар тікелей оқу процесіне араласа алады. Оқу бағдарламаларына тікелей араласа алады. Мына оқу бағдарлама бізге керек жоқ, біздің талаптарымыз осылай деп. Яғни бұрын ғылыми кеңестер болушы еді ғой. Енді өндірістік кеңестер арқылы оқу бағдарламалардың мазмұны бекітіледі, олармен келісіледі. Яғни жұмыс берушілердің өндірістік компаниялардың талабына сай. Енді тағы да біздің бір әріптесіміз қосылып отыр, Думан Рымғалиұлы, біздің ғылым комитетінің бұрынғы төрағаның орынбасары. Мінекей Шәкәрім университеті, Абай өңірі жаңадан құрылған, бұрыннан келе жатқан Шәкәрім университеті былай болған. Бұрынғы уақытында бізде зооветеринарлық институт болған. Мен сол жердің тумасымын ғой, жақсы білемін тарихын. Сосын біздің пединститутымыз болған. Олар бірлескенде сол Шәкәрім мемлекеттік университеті құрылған, Семей университеті. Бірақ көрдіңіз бе, мына мықты техникалық, агротехникалық базасы болған. Уақытында байыз деген түрлі қойдың жаңа нелері шығарған, түрлі. Сосын бірақ педагогикалық жағы, мына инженерлік техникалық жағы әлсіреп кетті де, педагогикалық жағы күшейіп кетті. Дұрыс айтасыз. Енді осыны жаңадан кішкене серпіліс беру үшін Рымғалиұлын жібердік, және ғылыми тұрғыдан қазір Шәкәрім университетін жандандырып жатырмыз. Қысқаша әріптесіміз айтып кетті. Жақсы. Онда Думан мырза, келесі сөз кезегін өзіңізге берейік. Шынымен де бұл енді Семей өңірі, Абай облысы, бұл енді мал шаруашылығымен кезінде танылған үлкен өңірдің бірі ғой. Сондықтан да бұл өңірдің әсіресе мына агротехникалық ғылым саласындағы потенциалы өте үлкен екендігі белгілі. Және атап өткен жоғарғы оқу орындарының бәрі кезінде осы еліміздегі мықты мамандар, сол ауыл шаруашылығына қатысты мамандар осы оқу орындарында дайындалған еді. Енді сол базаны қайтадан жаңғыртып жатқандарыңыз өте қуанышты екен. Қандай жаңалықтарыңыз бар? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, жаңа Саясат Нұрбекұлы айтып өткендей, шын мәнісінде аграрлық сектор, ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу, ол осы Абай өңірі үшін, Семей өңірі үшін өзекті мәселе болып табылады. Бұл мақсатта қазіргі таңда біз мемлекет басшысының өз жолдауында берген тапсырмасы бар. Әр өңірде осы ауыл шаруашылығын қолдайтын біртұтас жүйе құру деген. Осы тапсырма мақсатында бүгінгі таңда Шәкәрім университетінің жанындағы агротехнопарктің жұмысын жандандырып, осы агротехнопарк базасында осы тұтас жүйені, өңірдегі тұтас жүйені құруды қолға алдық. Бұл мақсатта білім және ғылым және жоғары білім министрлігінің қолдауымен алғаш рет осы Семей өңіріндегі тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағыты бойынша құны 450 миллион теңге тұратын ПЦФ жеңіп алдық. Осы ПЦФ бағдарламасының орындаушысы жаңа жас ғалым, осында айта кеткім келеді. Біздің жас ғалым осы ғылым министрлігі мен отбасы банктің жаңа жас ғалымдарды баспанамен қамтамасыз ету бағдарлама аясында алғашқылардың бірі болып, осы біздің осы жаңағы ПЦФ бағдарламасының жас ғалымы Назерке Муслимова өзінің пәтеріне ие болды. Одан бөлек
жаңағы байыс деп оны айтамыз ғой, расында да ол жаңағы етті жүнді қойлардың жаңа тұқымшілік типін шығаруды қазіргі таңда біздің белді ғалымдарымыз қолға алды. Осы мақсат осы қаңтар айында университеттің 6 ғалымы жаңағы түрік елінің Кавказ аграрлық университетінде барып, осы бойынша 2 апталық ғылыми тәжірибеден өтіп келді. Одан осы ауыл шаруашылығы саласында өңірдің экономикасын көтеруге атсалысу үшін біз қазір халықаралық ынтымақтастықты жандандырып отырмыз. Осы мақсатта Қытайдың солтүстік батыс ауыл және орман шаруашылығы университетімен меморандумға отырып, жаңағы қос дипломды мамандар даярлауды қолға алдық. Дәл бүгінгі таңда осы университеттің Қытай елінен Қытайдың 5 магистранты біздің университетте жаңа бір семестрлік академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша сабақ оқуға келіп отыр. Екінші жағынан енді біз бірінші осы елді, өңірді ауыл шаруашылық мамандарымен қамтамасыз ету ол біздің бірінші мақсатымыз. Әрине. Сол жағын кеше ғана Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының рейтингісі жарияланған болатын. Осы рейтинг біз жаңағы орман ресурстары, азық-түлік өнімдерінің технологиясы, ветеринария сияқты осы ауыл шаруашылығы мамандарындағы біздің білім беру бағдарламаларымыз жаңа жұмыс берушілердің тарапынан алғашқы топ 3-тікке еніп отыр. Осындай бір жақсы жаңалығымызбен де бөліскім келеді. Жақсы, көп рахмет сіздің де мәліметтеріңізге. Енді келесі сұрақтарды Саясат мырза өзіңізге қойсам, бұл жақында ғана жаңа ғана спикер атап өткенде, мына отбасы банк арқылы жас ғалымдарға мына пәтер беру мәселесі қазір жақсы жолға қойылып жатыр екен. Осы жобаның маңыздылығын айта кетсеңіз, және қанша адамды қамтиды? Бұл жас ғалымдарды мен айтып кеткенімде, заң жобасының ішінде жүйелі механизм тетік көзделген, баспанамен қамтамасыз ету. Бірақ біз оны күтпей, былтыр бастап кеттік. Отбасы банктың басшылығына үлкен ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Өзіміздің қалдық ақшаларымызды сол отбасы банк өзі сол жаңа жеңілдетілген несие механизмін бастап кетті 1 желтоқсанда. Шыны керек, күтпеген жерден мыңдаған қазір заявкалар түсіп жатыр. 120 жас ғалымға 40 жасқа дейін берілді. Осы бір айдың ішінде қазір 50 ғалымымыз тағы да осы бүгін ертең алады пәтерлерін ала жазса. Жалпы 281 заявка қазір бекітілді. Сәл сабыр сақтаңыздар, қазір неге десеңіз күтпеген жерден. Шыны керек. Көп адамдар тапсырып жатыр қазір. Көп шағымдар да келіп жатыр бізге. Неліктен біздің ғылыми зерттеу институттарымыз сол тізімге кірмей қалды деген сияқты. Оны қазір кеңейтеміз біз. Мына заң шықсын, ақырындап жүйелі осындай тетік енгізілетін. Болмаған нәрсе жас ғалымдарға үлкен сүйінші жаңалық. Бәрекелді. Енді мен соңғы бір нәрсені айтып кетейін, осы Думан Рымғалиұлының несіне. Агротехникалық уақытындағы мықты ғылыми мектептерді біз жоғалтып алдық, өкінішке орай. Уақытында селекция, уақытында бізде генетика саласында 80-ші жылдары Айтқожиндар бастаған мықты биотехнологиялық өзіміздің кәдімгідей аяққа тұрып атқан бір үлкен ғылыми мектебіміз болған тұғын. Мысалы, сол Шәкәрім университетінде 50-60-шы жылдары байыс деген жаңа қойдың жүнді, етті, сондай неше түрлі породаларын шығарған біздің ғалымдарымыз. Енді Думан қазір әріптесіміз осыны қолға алып, әр агротехникалық университет, Жәңгірхан, батыстағы, Алматыдағы ұлттық агротехникалық қазір Ақылбек Қажығұлы Күрішбаев белгілі ғалымымыз, соның басшысы. Біз ақырында осындай генетикалық, селекциялық ғылыми мектептерді жандандырып жатырмыз. Және де су ресурстарына келетін болсақ, биыл Алматыда, талапкерлерге жаңалық айтып кетейін, Алматыда Ташкенттегі атақты ирригация инженерлер институтының филиалы ашылады. Сондықтан ирригация, су ресурстарды басқару, су қауіпсіздігіне тапсыра беріңіздер. Өте тапшы мамандық, үлкен талапқа, үлкен тапшылыққа ие болады. Болашақта жұмыссыз қалмайсыздар ешқашан. Жақсы, енді тағы да бір хабарымыздың соңында жақсы жаңалықпен тағы да бөлісе кетейік. Өткенде сіз Лондонға барып қайтқаныңыз белгілі. Сонда әйгілі Оксфорд университеті арасында қазақ тілін оқыту бойынша меморандумға қол қойған екенсіздер. Сол туралы айтып өтсеңіз. Бұл өте керемет жаңалық болды. Осыдан 4 жыл бұрын біздің бір топ зерттеушілеріміз және белгілі біздің азаматымыз Рауан Кенжеханұлы бастаған бір жоба болған тұғын. Осындай Оксфорд қазақ сөздігін жасау. Білесіздер, ең мықты сөздіктердің терминологиялық, лексикографиялық,
әдістемелік базасы ол Оксфорд университеті. Оксфорд 150 жылдық тарихы бар. Осы бірінші тұңғыш шыққан Оксфорд Dictionary деген Оксфорд сөздігіне 19 ғасырда бастаған осы жұмыстарда. Енді сол Оксфорд университетінің ғалымдарының көмегімен осындай тұңғыш қазақ сөздігі жасалды. Өз мәресіне жетті бұл жоба. 60.000 сөз бар, 2 тілді, ішінде түрлі мына электрондық пошта, қазіргі мына жаңа корреспонденция үлгілері де бар, өте керемет нәрсе. Тимур Турлов деген біздің демеушіміз 10.000 данамен қазір сатылымға шықты. Қазір біздің Тіл қазына институтымыз бұның электрондық нұсқасын жазып жатыр. Сондықтан сәл күте тұрсаңыздар электрондық нұсқасы да болады оның. Неліктен бұл маңызды? Қазір кез келген тілдің тірі қалуы үшін ол әлемдік цифрлық кеңістікте болу керек. Әрине. Осы жоба арқылы қазақ тілдің былай қарасаңыз болашағының кепілі деп айтуға болады. Қазір Оксфорд университетінің үлкен бастамасы бар, Global Languages деген платформасы бар. Әлемдік 100 тіл осы сөздіктері бар, сол платформаға кірді мүше болып, қазір жаһандық әлем тілдерінің корпусы, лингвистикалық корпусы жасалып жатыр. Сондықтан біздің қазақ тілімізде сол үлкен бастаманың ішінде. Рауан Кенжеханұлы қазір қазақ тіл қоғамының төрағасы, үлкен былай қарасаңыз бүкіл халқымыздың атына ризашылықты білдіруге болады. Енді тағы да бір маңызды нәрсе, енді жасанды интеллект президентіміздің үлкен тапсырмалары шығып жатыр. Айналып келгенде сол алгоритмлардың жаңа негізгі тілге байланысты екен. Сондықтан біз қазір лингвистикалық модель жасап жатырмыз. Бұл жобада сол үлкен жобалардың бастамасы деп айтуға болады. Жақсы. Онда қадірменді қонақтар, бүгінгі хабарымызға қатысып, мына ғылым, жоғары білім саласында жүзеге асып жатқан жақсы жобаларға байланысты өз мәліметтеріңізбен, жаңалықтарыңызбен бөліскендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Шынымен де қолға алып жатқан жұмыстар бар екен, енді соның нәтижесін халық көрсетеміз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.